Бұл салат небәрі 1000 теңгеге шықты. Бізге бір свекло, 2 алма и лимон сығындысы и греческий орех қажет. Ең алдымен суға піскен свеклоны, бір штук свеклоны теркіден өткізіп аламыз. Свеклоны мен суға пісірдім. Қатты болды слишком. Сіздер пісірмей шикілі істесеңіздер де болады. Потом свеклоны теркіден өткізіп болған соң алма, 2 штук алма кесіп арасында сүйектерін алып тастадым. Солай сырты алманы, 2 алманы теркіден өткіздім тоже. Сосын лимон сығындысын қостым. Мен 1 штук лимонның жартысын ғана қостым. Көп қоссаңыз ащы болып кетуі мүмкін. Оның бәрін 1 штугын қосса. Лимон сығындысын қоспауға да болады, оның үстіне сейтін майын құюға да болады. Бірақ мен лимон сығындысын құйдым. Егер де лимон сығындысын құятын болсаңыздар, алманы 3-тен өткізіп болғаннан кейін үстіне сразу лимон сығындысын құйып сығып тастаған дұрыс. А то алма қарайып кетеді. Қарайып кетпеу үшін. Солай сықтадым, жартысын сықтым мен тек қана. Потом греческий орех бар емес па, соны жақсылап жуып алдым. Олар постоянно шаң, тозаң болып тұрады. Даладан сатып аламыз ғой енді. Қанша дегенмен дүкенде тұрса да шаң болады. Соны жуып, оны блендерден өткізіп салуға да болады. Или былай мен сияқты естеңіздер де болады. Мен өзім осылай қолмен езе салдым, қатты езген жоқпын. Чуть-чуть езім, потом өзім нормамен салдым. Сіздер көп салсаңыздар да болады бұдан да. Мен осылай салдым, потом барлығын жақсылап араластырдым. Бұл анемияға, қан аздығына өте пайдалы. Тек дәрі, витамин, таблетка ішіп жүргенше осындай салаттармен де көмектесу керек адам организміне. Келесіде қандай салаттар көрсетейін, ұсыныстарыңызды күтейін, комментарий жаза кетіңіздер. Шын ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Маған ұнады. Сау болыңыздар.